Сондықтан бұл қияметтің сағаты өте ауыр. Сосын Алла Тағала бізге «Ла та'тикум илля бахтатан» дейді. Ол сендерге тек қана кенеттен келеді. Біз солай жасағанбыз дейді. Кенеттен келеді. Бір адамдар ойнап жүреді, бір адамдар күліп жүреді, бір адамдар билеп жүреді, бір адамдар таудың үстіне шығып баратады, бір адам теңізде шомылып жатады дегендей нәрселер. Кенеттен келеді дейді ол. Пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, қиямет сағат орнайтын күні дейді, көз алдына көрсеткен ғой Алла Тағала. Сол күнгі оқиғаның несін көрсеткен, бір адамды көріп тұрмын деген, астауын жөндеп жатыр дейді. Астауын жөндеп болды дейді, бірақ малын суарып үлгерген жоқ дейді. Келді дейді сағат. Міне, бір адамды, екі адамды көріп тұрмын, екеуі саудагер, бір-біріне товарын ұсынып жатыр дейді. Екеуі де бүйтіп жайып товарын ашып үлгерген жоқ дейді, екеуі сатып та үлгерген жоқ. Орнады қиямет дейді бастарына. Бір адам дейді, түйесін сауып жатыр дейді. Сауып ішіп үлгермеді дейді. Бір адам тамағын алды да аузына апара берген сол еді, жеп үлгермеді, қиямет келіп кенеттен ұрды дейді. Міне, болды, бітті, аяқталды. Сол күні күллісі иман келтіреді дейді солардың. Бірақ олардың имандары түкке пайда бермейді. Ол баста иман келтірмегендіктен дейді. Өйткені ол көрген кезде кім иман келтірмейді оған. Сондықтан Алла Тағала иман деген нәрсені көрмей иман келтіруді иман деп қана атаған.